Абай Құнанбайұлы 8-ші қара сөз. Осы ақылды кім үйренеді? Насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу би. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, ол орынға сайланып та жүрмес еді. Олар өздерде үздік кісіміз, өздеріміз біреуге үлгі беріп, ақыл айтарлықпыз деп сайланады. Өздері түзеліп, жеткен, енді елді түзерлік қалған. Ол не қылып тыңдасын және тыңдайын десе де қол тие ме? Басында өзіндік жұмысы бар. Ұлығымызға жазалы болып қаламыз ба? Елдегі бұзақыларымызды білдіріп аламыз ба? Немесе халқымызды білдіріп аламыз ба? Яки өзіміз шығынымызды толтырып алмай қаламыз ба? Деген ебіне қарай біреуді жетілтейін деп, біреуді құтылтайын деген бейнетінің бәрі басында. Қол тимейді. Байлар, олар өздерде бір күн болса да дәулет қонып, дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде жоқты малымен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда, адалдық, адамдық, ақыл, ғылым, білім, еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса, Құдай тағаланы да паралап алса болады дейді. Оның діні, Құдайы, халқы, жұрты, білім ұяты, ар жақыны бәрі мал. Сөзді қайтып ұқсын, ұғайын десе де қол тие ме? Ол малды суармақ, тойғызбақ, саудасын жиғызбақ, күзеттірмек, бақтырмақ, ұры, бөрі, қыз, суық, сұғанақ, солардан сақтанбақ. Солардан сақтарлық кісі таппақ. Оның бәрін жайғастырып, аяғын алып келіп, мақтанға орналастырғанша қашан қол тимейді. Енді ұры залым, сұм сұрқия өздерде тыңдамайды. Онша-мұнша қой жүнді қоңыршалар күнінде көре алмай жүр. Аналар анандай болып тұрғанда білім, ғылым, ақылды не қылсын? Және де білім, ғылым кедейге кереге жоқтай ақ. Бізді не қыласың? Ана сөзді ұғарлықтар қайт дейді. Оның өзгеменен ісі жоқ. Ана алдындағы үшеуіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы, мұңы болмаса керек.